Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта ұстаз Жомарт Кершиев. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдік. Рахмет айтқым келеді, ең әуелі осындай тығыз графигіңіздің арасынан біздің студиямызға ат бұрып келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Ұстаз, өзі бір жаңа жоғарыда съемкаға дейін айтып жатырмын ғой, бір өте қазір ақпаратты көп болып кеткеннен кейін ба, қандай форматта ұсынсақ екен деп ойланатын болдық қой. Өзі уағызды да әзіл араластырылып, подкасты да қысқа нұсқа қылып деген сияқты барынша әйтеуір көрерменге пайдалы болып, санасына жете қалса екен деген ниетпен сұрақ өте көп сізге арналған. Сол үшін барынша қысқартып жауап берсек деген ниеттеміз. Жалпы мен жақсы адаммын, онда не үшін намаз оқуым керек деп осы бір блогты бастағым келіп отыр. Қазір ұстаз соңғы кезде менің аса бір жасап жүрген үлкен күнәларым жоқ. Мысалы, пара беру, ұрлық жасау, зина жасау деген сияқты нәрселерді сіздер үлкен күнә деп айтасыздар ғой, бірақ мен оны дінді араластырмай-ақ мен өзім ол нәрсені жасағым келмейді. Өзім салауатты өмір сүргім келеді. Дінді араластырмай да жақсы адам болуға болады ғой. Пара бермей-ақ жақсы жетістіктерге жетуге болады. Намаз оқымай жүре берсем, оның үстіне сіздер айтасыздар, сенің намазың тек өзіңе керек, Алла сенің намазға мұқтаж емес дейсіздер. Тем более мен намаз оқымай қойсам болады екен ғой деп ойлайтын адамдар бар, оған не деген болар едіңіз? Жақсы, рахмет. Біріншіден сіздерге Алла разы болсын. Еліміздің мұсылмандарының қара шаңырағының каналына құрметтеп шақырғандарыңыз үшін бүгінгі сұхбатымыз баршамызға пайдалы болсын деп тілейміз. Енді сұрақтар орынды, бұл қоғамда бүгін қайта-қайта көтеріліп жүрген және адамдардың арасында айтылып жүрген үлкен тақырып. Бұл жерде мен жаңағы пара алмаймын, немесе жағындай зина жасамаймын, арақ шарап ішпеймін, темекіден алыспын, менің жүрегім таза ғой деген мәселемен, бұл барлығы жаңағы парыздан бөлек ол мінездер. Яғни ол өзінің жаңағы негізгі шариғаттың талаптарындағы мінездеріміз бар ғой, құлшылық арқылы бізге әсер ету арқылы жөнделетін мінез. Бұл сол бағытта жөнделген. Бірақ та пара алмау бұл адам мен адамның арасында хақы мәселелер. Немесе жаңағы Алла сақтасын зинаға бармау, бұл да адам мен адамның арасында хақы мәселесі. Ал енді намазға келетін болсақ, бұл Алла мен екі ортадағы хақысы. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мынандай бір хадис айтады, бәрімізге мәшһүр хадис қой. Бунияль ислам аля хамсин, ислам 5 негізге, 5 тірекке құрылған. Соның ең бірінші кәлима шахадат болса, екінші орында намаз тұр. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз мінезден фарыздарды бөліп қойды. Сондықтан жаңағы мен мынандай жақсы мінезім бар, мен сондай жақсы адаммын, жүрегім таза, намаз оқымай қойсам бола ма десек, жоқ, сіз жақсы, керемет, оныңыздың бәрі керемет, жамандыққа бармауыңыз, күнә жасамауыңыз, бірақ та Алла мен екі ортада хақыңыз бар. Аллах Тағала Зарият сүресінде айтты: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун". Мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық етуден басқа мақсат үшін жаратпадым. Сондықтан Аллаға деген құлшылық, Алламен байланыс бұл бөлек тақырып. Сондықтан сіз мына қырыңызды орындағаныңызбен ең негізгі қырыңызды орындаған жоқсыз. Және өте көрінбейтін бір нәзік тұс бар бұл жерде. Адам бүгін жақсы болып жүреді, ертең жақсы болып жүреді. Бірақ та Алламен байланыс болмағаннан кейін бір күні бір шалыс басқан кезде, немесе бүгінгі жаңа тақырыптар бар ғой, жаңа стресс, әртүрлі ситуация, өмір деген ол бір орында тұрмайды, әртүрлі болады. Дәл сол уақыттарда жаңағы ішпейтін адам ішіп кетуі мүмкін, шекпейтін адам шекіп кетуі мүмкін. Оны ұстайтын намазы жоқ. Бұл сұрақтың жаңа қорытындысы ретінде айтсақ, Алла Құранда айтады: "Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар". Расымен де намаз арсыздық атаулыдан, күллісінен және Алла сүймейтін күллі жамандықтардан тыяды. Егер біздің қасымызда намаз көмекші болмаса, көмекшіміз намаз болмаса, онда бір күні болмаса, бір күні бүгін жақсы болып, бірақ ертең таюым өте жеңіл болады. Ұстаз, осы тұста енді мынандай сұрақ пайда болады. Жақсы намаз оқып жүргендерді де көріп жүрміз ғой. Олар да күнәні жасайды, неше түрлі сол намаз оқығандармен орамал кигендерден шығып жатыр ғой, бәленің барлығы деп қарсы аргумент айтатындар бар. Бұл намаз оқып жүріп күнә жасау, бұл екіжүзділікке жата ма, әлде намазды тастамай әрі қарай оқи беру керек пе, қалай? Түсінікті. Бірде пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға сахабалар келіп айтады: "Я Аллахтың елшісі, пәленше кісіні танисыз ғой" дейді. "Я білемін. Ол кісі ұрлық жасайды" дейді. "Ұрлығын әлі қоймады". Сонда пайғамбарымыз мынандай сөз айтады: "Ол намаз оқи ма" дейді. Сұрақ: намаз оқи ма? Сахаба: "Әрине оқиды" дейді. Бұл жерде пайғамбарымыз 5 уақыт фарызды айтып тұрған жоқ, түнгі намазды сұрап тұр. Ғалымдар осылай деген шарқында. 5 уақыт намазға онсыз да ол пайғамбарымыздың мешітіне келіп оқып жүрген адам.
түнгі намазы бар ма деп сұрайды. Сонда иә дейді, 5 уақытымен қатар түнгі намазы бар. Олай болса қойып қойыңдар, оның намазы осы ұрлығынан тыяды дейді. Шынымен де сахабалар айтады, біз арада бірнеше айлардан кейін оның түгелдей тәубеге келіп ұрлығын қойғанын көрдік. Демек, жаңағы адам намаз оқып жүрсе де оның нәпсі екендігін ұмытпайық. Күллі бәни адам хаттаун, пайғамбарымыз хадисінде айтылған, күллі адам баласы қателесуші. Біз исламды адаммен өлшеуді тоқтату керекпіз. Жалпы әрбір қай дін болмасын, ол адаммен өлшенбейді. Адам қателесуші, бірақ дін, әрине ислам ол кемел, Алла Тағала тараптан келген. Ал біз адамбыз, сондықтан да намаз оқушы адамда қателесу мүмкін, орамал таққан қарындасымызда қателесу мүмкін. Мәселе неде десек, қай жерде болмасын мен айтып жүретін тақырыбым, біз Құранның үмметіміз, яғни біз оқы деген бұйрықтың үмметіміз. Біз намазға келдік па, орамалға келді ма қарындастарымыз, әпкелеріміз, немесе тағы да діннің осындай рәсімдерін бастадық па, біз онда білім алу керекпіз. Білім алған кезімізде біз міндетті түрде жөнделеміз. Білімсіз жаңағы надандық дейміз ғой. Осы күнә, надандық, білімсіздік атаулының жолы жағдай ашық қала береді. Қашан білім алып бастаймыз, онда білімсіздіктің есігі жабылады. Және жаңағындай қисық мінездердің бәрі жөнделеді. Ең бірінші бұйрық намаз оқы болып түскен жоқ. Ең бірінші бұйрық жаңа қажылыққа бар болып түскен жоқ. Ең бірінші бұйрық оқы деп түсті. Сондықтан біз білім арқылы осы нәрселердің бәрін жоятынымыз ақиқат. Дәл осы сәтті пайдалана отырып бүкіл мұсылман атаулының барлығын айтар едік. Іні қарындастарымыз, әпкелерімізге, ағаларымызға намаз бастадым ба, жалпы мұсылман ба, білім алайын. Қай салада жүрмесеңіз де өзіңіздің кешегі алаштық азаматтарымыз айтқанда ең әуелі үйренерің өзіңнің мұсылманша дін ғылымың дейді. Сондықтан өзіміздің исламның жаңағындай ішіндегі білімді ала бастасақ, күнәлардан тыйыламыз. Машалла. Ұстаз, рахмет. Енді Алладан көбірек қорқу керек пе, әлде көбірек үміт ету керек пе деген сұрақ өте актуалды. Жақында бір танысым осы маған қабір азабы туралы, ертең сен тозақта жанасың, үйтпесең бүйтесің, намаз оқымағаннан кейін бірінші намаздан сұралады екенбіз деп осыны айта береді. Ал мен жақында рак болып ауырып, содан жазылып шықтым дейді. Алланың мейірімін, мен Алланың мейірімін айта алмаймын, ол жерде көрген дейді. Соны маған сездіріп, мына жерге тік деп сигнал беріп, жаңа щитовидкасынан болған, соны айтып беріп жылап жатыр. Бірақ неге мен Алланың мейірімін сондай көріп тұрған кезде, неге мен одан қорқуым керекпін? Мен ойлағым келмейді, мен өлгеннен кейін қабірде не болатын, басқа болатын деп, мен оған білімім жеткен жоқ. Мен жай ғана, я мейірімін ойлаған дұрыс қой деп қана қысқа қайырдым. Мұндай сәтте тіпті не айтуға болады? Жақсы сұрақ өте. Негізі Алладан қорқу және үміт ету бұл құстың екі қанаты секілді тақырып. Құс бір қанатпен ұша алмайды. Сондықтан бұл екеуі де сахабалар айтады, жаңағы құстың екі қанатындай тақырыпты біз қатар алып жүру керекпіз. Енді әркімге өз уақытында, өз сәтінде керек болатын дәрумен секілді тақырыптар ғой. Мәселен, Алланың рахымын, мейірімін ғана ойлап, тек қана сол тақырыпты ғана сөйлеп, сол тақырыптан басқа тақырыпты естімей жүретін болса, адам босап кетеді. Мәселен, яғни Алланың мейірімі, рахымы деген кезде біз жәннат тақырыбын мысалға алсақ, тек қана жәннат туралы ести берсеңіз, өзіңізді бір сол тақырыпқа лайықты саналатын деңгейге келіп қаласыз. Сосын босап кетесіз. Жаңа күнәларға белгілер қойыңыз мүмкін, немесе намазға болсын, бір құлшылықтарға болсын, бейқамдық ояна бастайды. Ал енді осы сәтте осы адамға дәрумен ретінде Алладан қорқу тақырыбы сөйлену керек. Тозақтың да азабы. Құранда бұл жүйе кәдімгідей орынға қойылған. Құранды оқып отыратын болсаңыз, жәннат туралы айтып келе жатады да, Аллахтағы тозақ туралы кетіп қалады. Сосын пайғамбарлардың тақырыбына кіріп кетеді да, одан қайттан жәннат, қайттан тозақ кезектестіріп отырады. Демек, үміт пен үрей бұл біздің екі қанатымыз. Ал енді өзі үрейленіп, қорқып, уайымдап жүрген адамға оған мейірім, Аллах Тағаланың мейірімі, жәннаты, кешірімі туралы айтылу керек. Күнә жасап жүрген адамға Аллахтың мейірімді екендігін, күнәларды кешіруші екендігі тақырыбы айтылу керек. Сонда адам Аллаға қарай ұмтылады. Ал енді жаңағындай тек жәннат тақырыбымен ғана шұғылданып, жаңағымыз енді науқастанып шықты ғой, ол кісіге әрине Алланың өте мейірімді екендігін, шифа беруші екендігін, бұл сынақтан кейін Алланың үлкен есіктері, рахым есіктері ашық тұрғандығын жеткізу керек ол кісіге. Сосын бірақ бір шама уақыттардан кейін өз сезіле бастайды. Адам ғапыл бола бастайды ақырет тақырыбында. Сол кезде жаңа ескерту, Алладан қорқу тақырыптар сөйленеді. Демек, біз әрқайсымыз, әрбір мұсылман осы екі аражікті кімге не сөйлеу керектігін білу керек, бұны даналық деп атайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көбіне қай жағына басымдық берген, жаңағыдай дінді тарату жолында? Көбіне қорқытты ма, әлде үміт сыйлады ма?
пайғамбарымыздың жолы ол Құранның оқысақ, сол Құранның ішінде анық көрінген тура Алланың жүйесінде әрдайым ескерту мен үміт берудің ортасын ұстап отқан пайғамбарымыз. Күллі пайғамбарларға қарасақ та Құранда ең бірінші ескертумен келген. Неге? Өйткені Алланы жаңағындай бір өздерінің туысқанындай қылып алып алған, тіпті Алламен ойнап кеткен қоғамға келді бүкіл пайғамбарлар мысалға. Жаңа Аллах тағаланы көктер мен жердің жаратушысы кім десе Алла дейді, бірақ та Аллах тағалаға бір серіктер қосады мысалға. Сондай қоғамға ескертумен келді. Өйткені бұндай қоғам нығметтерді пайдаланды, бірақ нығметке шүкір етуді ұмытты, нығмет берушіні ұмытты. Сондықтан оларға бірінші ескертумен келді. Әрбір пайғамбар сендерді жаңағындай нығметтерін беріп жатқан кім? Енді соған шүкір етпейсіңдер ма? Шүкір етпесеңдер, сендерді мына нәрсе күтіп тұр деп ескертумен келді. Сосын барып ескертуді қабыл алғандарға енді шүйіншілер кетті, үміттер сыйлана бастады. Осы жолды пайғамбарымыз тең ұстап отырды. Машалла. Ұстаз, енді тағы бір сұрақ, басымызға келген қиындықтың сынақ па әлде күнәларымыздың жазасы ма екен, қалай ажыратсақ болады деген көпшіліктен осындай сұрақтар келеді. Жалпы ізгілерге әртүрлі бастарына келіп жатқан қиындықтар олардың жәннаттағы дәрежелерін көтеру жағындай осындай тақырыпта болады. Ал енді адам салихалыққа әлі қол жеткізе алмаса, онда оның өзінің жасаған күнәларының себебінен былайша айтқанда сазайын тарттыру дейміз ғой. Бірақ Аллах тағала біздің күнәміздің толықтай жазасын бермейді, біз оны көтере де алмаймыз. Оны өзі Құранда Бақара сүресінде жаңағы «Валанабилуаннакум бишайин минал хауфи вал жуи» деп келетін аят бар ғой. Біз міндетті түрде сынаймыз дейді. Бұл сынақ заңдылық бәрінің басында болады. Міндетті түрде сынаймыз. Қанша көлемде? Бишайин, өте кішкентай көлемде. Кішкене қорқытамыз, кішкене денсаулығынан аламыз, кішкене ризығын тарылтып қоямыз. Осының бәрі кішкене ғана көлемде. Күнәларымыздың себебінен келетін Алланың сазайымыз тарттырудың өзі бізге ғибрат ретінде сол жаңа кішкене ғана көлемде. Соның өзін көтере алмай адамдар үмітсіздікке кетіп қалады. Ал енді ойлаңызшы, өзім жасаған күнәмнің түгелдей сазайы тарттырылатын болса, адам шыдамай өліп кететін еді. Бұл да Алланың рахымы. Енді мен қалай ажыратамын? Менің жәннаттан дәрежем көтеріліп жатыр ма? Әлде бұл күнәмнің кесірінен келіп жатқан сынақ па дейтін болсақ, біз өзімізді мен ізгімін, егер менің жәннаттағы дәрежем көтеріліп жатыр деп ойласам, мен өзімді ізгілердің қатарына қосып қойғам. Сахабалар, Хасан Басри айтады, рахимахуллах, табиғиндардың үлкені ғой, 70-тен астам сахабаның алдында білім алған кісі. 70-тен астам сахабаларды көрдім дейді, Аллах елшісінің қасында сұхбатта болған. Бірде-біреуін көрген жоқпын, өзін мұнафықтықтан аман сезінген дейді. Ойлай беріңіз. Сондықтан біз өзімізге келіп жатқан сынақтардың бәрін Раббым бұл менің күнәмнің кесірінен кешіре көр деген жаңағындай сөздеріміз керек. Егер де ол бізге шынымен де дәрежеміз көтеру үшін келсе, онсыз да ол Аллах тағаланың бергелі тұрған үлкен рахымы, үлкен кеңшілігі. Тіпті жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі болған Омар радиаллаху анхудың өзі, мен атым сүрініп кететін болса, жасап қойған Алланың алдында күнәмді еске аламын деген. Егер ол кісілер солай айтса, бізде әрбір келген сынақтан осындай күнәмді еске алатын болсам, онда мен тез түзелем және күнә жасамауға қарай ұмтылам, ізгілердің қатарына қарай мүмкін сол кезде есіктер ашылады. Онда әрбір адамға жиі осымен мұнафық емес пе екенмін деген ойлар келу ол қорқынышты емес екен ғой, иә? Ол сахабалардың әрқайсысының ойында қорқып жүрген бұл тақырыптар. Тіпті сондай табиғиндардың да үлкені сахабалардан білім алған, сондай табиғиндардың өзі сөйлеген сөзім мен амалымды алдыма күніге жаям дейді. Сол кезде өзімді мұнафық сезінем дейді. Неге деген кезде сөйлеген сөзім мен амалымды тең көрмеймін деген. Бұл енді соншалық дәрежеде құлшылықтары бар, қоғамына, үмметіне, өзінің еліне қаншама жақсылық жасап жатқан ізгілердің сөздері осылай болса, онда біз бен сіз тіпті оның ар жағында өзімізді жағында әрине мына үмітсіздікке түсіп кетпеу, бағана сұрақтарыңыз ғой, үмітсіздікке түсіп кетпеу, қанша бұл өзімізді орнына қойып қою ғой, одан кейін барып жаңағы Алладан үміт етіп, дұғамызды жасап, тәубемізді жасап аламыз, әрі қарай тіршілікке қайттан кетеміз құлшылыққа. Кейде біз ұстаз таң намазға, құптанға кішкене шаршап, өзі бір сондай қызық кезеңдерде тұрады, әсіресе таң намазға тұру, сосын құптан кезінде осы бұлжырап ұйқы келіп, сондай бір кезең. Сонда ойлайсың ғой, мұнафықтарға таң намазы мен құптан намазы ауыр келеді деген есіңе түскен кезде, мен осы мұнафық емес пе екенмін деген ой мазалайды ғой, соны атып тұрасың ғой. Сол жалпы неге дінді біз осы басымызға қиындық келген кезде ғана іздейміз?
Сұрақ әдемі. Жалпы адам баласының табиғатында бұл бүкіл нәпсіне жағындай бар нәрсе екендігін Аллах Тағала Құранға қосты. Бұл маңызды тақырып болғасын Құранның ішінде Аллах айтады. Аллах Тағала айтады. Сондай біз кемелер жолға шығасыңдар кемемен, керемет әдемі менің желдерімді жіберемін. Кеме әдемі кетіп бара жатқан кезде, барлығы күліп, ойнап, сондай мамыражай өмір болып жатқан кезде дауылдарды аяқ астынан келіп, үлкен толқындар көтеріліп, қиындық келіп жатады ғой бастарына. Ана толқындардың астында көмілдік қой деп ойлап жатқан уақытта дінді толық ықыласпен Аллаға арнаған күйде Алланы шақырасыңдар ғой дейді. Аллахым, енді осыдан мынадан құтқарсаң егер, біз шүкіршілерден боламыз деген сөздерді бересіңдер дейді. Бізде басымызға бір түрлі сынақтар келіп қалғанда осындай сөздер, уәделер кетіп қалады Аллаға. Аллах Тағала шығарады. Біздің енді мынау біз егер де осы уәдеден кейін уәдемізге тұрмайтын болсақ, оны да білуші Алла сонда да шығарады. Бізге өз-өзімізге таныстырады бізді. Қара өзіңді, уәдеге тұрушысың ба, уәдеңді қайта-қайта бұзушысың ба, қандай әлсіздің немесе күштісің ба, қара. Сондықтан бұл әрбір нәпсіге тән нәрсе. Жаңағы біз Аллаға қиындық келген уақытта жалбарынамыз, кейін жеңілдік келген кезде уақыт өткеннен ұмытып кетеміз. Мынау көшеде кетіп бара жатып, көлік апатын көріп қалсақ, сол жерде бірден Алла есімізге түсіп, өлім еске түсіп, Раббым кешірші мені деп, осы намаз бастау керек еді деген секілді ойлар келіп, сосын үй жаққа жеткеннен кейін, бір сағат өткеннен кейін әлгі көрініс көз алдымнан санамнан өшкесін, мен бірден бағанағы уәдемді ұмытамын. Міне адам баласы біздер осындаймыз, бірақ Аллах Тағала кімдерді жақсы көреді дегенде, адамзатты, құлдарды екі типпен атайды Құранда. Масыл құлдар, шүкірсіз құлдарды абид деп атайды. Абид. Аллах Тағала ешбір осы абидтерге, яғни шүкірсіз құлдарға зұлымдық жасаушы емес дейді. Олардың басына келіп жатқан нәрсенің бәрі өздерінің қолдарымен жасаған күнәларының кесірі десе, ал шүкіршіл құлдарды айбад деп атайды. Айбадур рахман, рахманның шүкіршіл құлдары. Демек, мен бір уәделерді беріп, сосын тайып кетіп уәдемнен сөзімде тұрмай жүрген адам болсам, онда мұсылман ретінде ойланайын, есімді жиайын, шүкірсіз құлдан, масыл құлдан шүкірлі құлға, асыл құлға қарай айналуға қадам жасау керекпін. Бізге берілген уақыт та сол үшін. Ұстаз, онда біз, мысалы, кейбір адам былай ойлауы мүмкін ғой. Ақыры өздеріңіз айтып тұрсыздар, ұстаз, адамды сондай қылып жаратқан, үйіңе жақындағанда ұмытып кетесің, сондай ұмытшақтық қылып жаратқан деп. Алла өзі онсыз да біледі менің сондай қылып жаратылғанымды. Онда менен ол нәрсені сұрап, өзімді кінәлі сезініп, ертеңде Алла бұл үшін мені жазғырмайтын шығар, өйткені біліп тұр ғой, уәдемнен ертең өстіп жалынып сұрап алып, есегім судан өткеннен кейін қайтадан мәз-мейрам болып жүретінімді Құранда айтып кетіпті ғой. Онда бұл маған табиғи тән нәрсе ғой менің фитратыма. Онда мен бұл нәрседен аса қатты сұралмайтын шығармын деп табиғатымды қабылдадым өзімді деп жүру, ол қаншалық дұрыс болады? Түсіндім. Сұрақ өте керемет қойылды. Аллах Тағала бұның да жауабын айтады Құранда бізге. Осылайынан өзім ғапылдыққа салынып жатқан кезде уәзәккер дейді. Еске түсіріңдер. Расымен де еске түсіру мұъминдерге пайда береді. Олай болса, мен енді өзімнің осындай әлсіздіктерімді әрбір досыма әр күн сайын есіме түсіріп отыратын, 30 күн болса, бір айда 30 досыма айтып қоймаймын ғой мен оны. Демек, мен өз-өзіме ескерту жасау керекпін. Өйткені менің бұл ғапылдығым ертең қиямет күні менің алдымнан шыққалы тұр. Ғапыл деген сөзі біз қазақшада бейқам деп аударамыз ғой. Бұл бейқам деген сөз ғапыл сөзінің толық бір мағынасын бере бермейді. Ғапыл сөзін толық бір қамтыған күйде қалай аударамыз десең, ақирет мақсаты болмаған адамды ғапыл дейді. Алламен жолығатын күні мақсаты болмаған адамды ғапыл дейді. Міне сондай адам болып жолығудан сақтануымыз үшін біз өз-өзімізге ескерту. Оны қалай жасаймын десеңіз, өзгергіңіз келе ма? Алланың әрдайым нығметті беріп тұрушы екендігін, ризық беруші екендігін, бірақ ертең шүкірсіз болсаң жазалаушы екендігін, оның жазасы қатты екендігін, соның барлығын өзіме мен айтылған насихатты ма, жазылған кітаптағы бір үзінділерді ма жинақтау керекпін өзіме. Мына бүгінгі өзің әдет қалыптастыру деп неше түрлі курстар бар ғой, соның ең оңай жолын Құранда Аллах Тағала тегін берді, бұның барлығын сатып алмай-ақ қой деп. Мен өзіме телефоным күнде қолымнан түспейме, осының ішіне жинаймын бір папкаге. Мен қандай адамын, өзімнің әркім Аллах Тағала айтады, өзінің қандай қисық екендігін аля нафсихи басир, әркім өзі көз жеткен. Олай болса менің қисық тұстарымды жөндейтін нәрсемді мына жерге ескертуге салам. Менің қисықтығымның дүниедегі зияны қандай және ақыреттегі зияны қандай. Сол тақырыптарды жинап алайын. Күнделікті бір үзінділерін ғана ести беремін. Бұл маған өзіме ескерту.
Бұл маған өзім ескерді. Тіпті сондай бір өлімді ұмытып бара жатсаңыз, Алламен жолығатын күнді ұмытып бара жатсаңыз, телефоныңыздың бетіне жазып қоя салыңыз. Күнде неше рет ашасыз, көзіңіз түсіп отырады, мына жерде тұрады. Фонға қойып қойыңыз. Сен бір күні өлесің. Мысалы, Аллах тағала айтады: «Фа иннака мәйит». Ей пайғамбар, саған өлесің деген Алланың қасына үкім шыққан. Фа иннахум мәйитун. Және оларға да, адамзаттың барлығына өлесің деген үкім шыққан. Тек қана өлетін күнді, яғни соттың бір үкімі шығады, бірақ соттың орындалатын күні бар ғой. Сол орындалатын күнді Алла жасырып қойған. Түсіндіңіз бе? Сондықтан сол аятты жазып қойсаңыз болады. Саған өлесің деген үкім шыққан, бірақ бүгін үкімнің орындалатын уақытына келсе не істейсің деп, ашасыз, есіңізді дереу жиып аласыз дегенде. Осылай мен өз-өзіме ескерту нәрселерін жазып қою арқылы жөнделем. Болмаса ешкім келіп сізді жөндеп беруге тырыспайды да, жөндеп беру жағындай қасыңызға келіп күнделікті, міндетті де емес 24 сағат жүрмейді да. Сіздің түзу болуыңыз сізге керек. Алла Құранда айтады ғой: түзу болсаң, өзің үшін түзу болдың. Күнә жасасаң, өзіңнің ертеңгі қасіретіңе жағы күнә жасадың. Алла тағала еш нәрсеге мұқтажсыз. Бізді жаратты, тек жәннат үшін жаратты. Бірақ адам өзі жәннат таңдамай, қисық жол таңдайтын болса, Алла өз-өзімізге таныстырып отырған. Әу баста білген, бірақ бізді өзімізге ертең қияметте Алламен таласпас үшін. Ертең келіп, неге маған мұрсат бермедің? Мен мүмкін көрсетер едім өзімді жақсы адам екенді. Солайынан ертең менің алдымда айтпас үшін деп Аллах тағала бүгін бізге уақыт берді, өз-өзімізді көрсетті. Ұстаз, ал осы тұста көрермендерде мынандай сұрақ пайда болуы мүмкін. 24-те жет Алла туралы ойлап жүру өзі мүмкін бе? Мысалы, ойлап жүрдің, мысалы, жаңағындай фонға қойып қойдың. Оны біздің психологтар, қазіргі мамандар жаңағындай негатив деп айтады. Өміріңе негатив шақырма, өлім туралы ойлап, неге сен Алланың мейірімі туралы береген, байлық береді, өмірім тамаша болады деп, күшті сондай таң айтқаннан бастап чудеса болады бүгінгі өмірімде деп, неге бастамайсың күніңді? Неге сен фонды ашқаннан бүгін өлуің мүмкін деген нәрсемен бастауың керек деген сияқты сөйтіп айту мүмкін. Одан кейін екінші тақырып бар, жаңағы тозақ, өлімді айтпаңдаршы, қорқыта бермеңдерші, айтсаң тек жәннат, мейірімділігін жағын айт деп, қазір бұрынғыдай Абдуғаппар ұстаз сияқты қорқытып айтатын адам қазір жоқтың қасы. Біз қазір тек қана дін десе, мына дұғаны айтсам тезірек үй алар ма екем, намазды көп оқысам балаларым жақсы болып кетеді. Әйтеуір осы дүниеге қай жағынан пайдасы бар екен? Маған бір саудагердің амалы сияқты болып кеткен біздің қазіргі ұстанып жүрген дініміздің көбіміз сондай болып кеткен. Ал жаңағындай тозақ, қабір азабы деген кезде қой ондайды айтпа, өйтіп негатив шақырма өміріңе деп бірден сондай кесіп айтамыз. Жалпы бірінші сұрақ сол: 24-те жет Алланы есіңнен шығармай, 5 уақыт ол 5-ақ уақыт қой, қалған уақыттың бәрі көп бар жағында. Сол сағаттардың бәрінде туған күнің болып жатыр, үйде той болып жатыр, бір сәтке ұмытып кетіп, ойбай мен Алла туралы ұмытып кеттім деп қайтадан өз-өзін чувствованияға кіріп, олай өмір сүру қаншалықты дұрыс, бұрыс деген ғой. Жалпы мына жерде сұрақтың ішінен бір жаңағындай не байқадым. Енді көрермендердің сіздерге келіп жататын сұрақтарын қойып жатсыз ғой жалпы. Алланы еске алу деген ол тымсырайып отыру емес. Міне, осы. Алланы еске алу деген тымсырайып отырып, мен өлем ғой деп отыру емес. Алланы еске алу деген сіздің өміріңізде болып жатқан құбылыстардың күллісі Алладан екендігін біліп отыру. Балаңыз дүниеге келді ма? Әйеліңіз босанып жатыр ма? Альхамдулилля Раббым, сен қандай керемет едің? Қаншама адамдар бала сүйе алмай жүр, ал сен маған, қанша күнәһар болсам да сен маған бала сыйлап жатсың. Бұл сенің нығметің, маған еске алып бересіз, болды. Одан кейін қуана беріңіз, одан кейін сүйіншіне беріңіз, одан кейін тойлата беріңіз. Егер де бір ата-анаңыздың юбилейі болып той жасап жатсыз ба, Аллахым, сен қандай кереметсің, ата-анасы жүрген қанша адамдар бар, менің әке-шешемді осындай ғұмыр беріп менің алдымда жүруге нәсіп еттің маған, 2 жәннатымды дегендей. Әр сәттен жақсылықты көре алу және сол жақсылықтың артында Алла тұрғандығын еске алу. Түсіндіңіз бе? Алла еске алынған кезде осылай еске алынады. Әрдайым тіпті сіздің көлікте кетіп бара жатсыз, көлікте кетіп бара жатқанда жаңағындай, Аллахым, мына көлікті маған бағындырып, осы көліксіз жүрген қанша адамдар бар, бірақ сен мені көлікпен жүруді нәсіп еттің деп, көлік нығметімен Алланы еске аласыз. Және де сол айдап бара жатқан кезде көзіңіздің дұрыс көріп тұрғандығы, денсаулығыңыздың бар екендігі, осының бәрі үшін, және тіпті жолда аман есен барып келіп жүрсеңіз жұмысқа, сол үшін де Алла тағалаға бір шүкір етіп сөз айтып қоюыңыздың барлығы Алланы еске алу болып саналады. Бұның сыйы не десеңіз, мәселен, біздердің әрқайсымызда әрбір көрермен өзінің жаңағы қажеттіліктері бар, мұқтаждықтары бар, солай ғой. Енді қарайық, менің мұқтаждығым
мен мұқтаж емеспін ешкімге дейтін адам бар ма? Қажеттігі жоқ менде ешқандай, барлығы бар дейтін адам бар ма? Бәрібір нәрсеге қажет болып тұрады, бәрібір нәрсеге мұқтаж болып тұрады. Олай болса, сол қажетіңнің бәрін шешіп беретін бір адам болса, мәселен, бір адам болса, сол адамды сіз шіркін-ай, осы адам мені бір есіне түсірсе ғой, сосын осы қажеттілігімді білсе ғой, ол адамның қолында бүкіл нәрсе болса, сіздің қандай қажеттілігіңіз болса шешіп жіберетін. Оның есіне сіз еске түсірілуін, оның есінде сіздің болуыңыз, сіздің проблемаңыз шешетін болса, қуанта ма сізді? Қуантады. Онда Аллах айтады. Неге біз көп еске алу керекпіз десек? Фазкуруни азкуркум. Мені көп естеріңе алыңдар, мен сендерді еске аламын дейді. Енді әлемдердің Раббысы, ойлаңыз, ол мұқтажсыз, бай. Ешқандай жаратылысқа мұқтажсыз. Сондай Алла, пәк, құддус, мінсіз Алла, енді жер бетінде жүрген кішкентай бір құлды, мынау жаңағы мысалы бір кісінің аты Ғани болса, мынау Ғани деген құлым деп сол Ғани құлын еске алса, ол оны еске алып отқан үшін жаңа рөлде кетіп бара жатыр. Раббым, сен мен жолда жүрсем де, сапарда жүрсем де, үйге аман есен жетуім, бүкіл жұмыстарыма аман есен жетуім сенің рахымың, сенің кеңшілігің деп Алланы еске алып бара жатқанда, Алла Тағала оны еске алса, жаңа Ғани деген құлын, оның бүкіл проблемасы шешілді деген сөз. Сіз кешіріңізші, Алланың еске алуы қалай? Біз жаңа адамның еске алуын кәдімгі детально айтып береміз. Ал енді Раббымыз мені еске алғанын қалай білеміз? Қалай еске алады? Біз оны біле алмаймыз. Бірақ бізге Аллах Тағала, біз Аллах Тағала мені еске алып жатыр ма деген ой келетін болса, Алла айтады: «Фазкуруни». Мені еске ал, мен сол кезде сені еске аламын. Түсіндіңіз бе? Яғни мен еске алсам, Алла мені еске алады. Бұл пайғамбарымыздың үмметіне берілген үлкен нығмет. Үлкен. Енді ойлаңыз, бүкіл дүниеңіз бен ақыретіңізді шешіп тастай салады сол кезде сіздің қабіріңізде. Сонда мен мәз болып отырмын. Мен альхамдулилля бүгін Алланы көп еске алдым. Аллаға көп шүкір еттім де, өзімше оны мен істедім де ойлап отырсам, шын мәнінде Алла мені еске алып, ол нығметті Алла беріп тұр екен. Алла беріп тұр. Ойлаңыз. Жаңағы мен бүгін сол жаңағындай бір жақсылық жасасам, егерде біреуге бір жақсылық жасадым, альхамдулилля, жақсылық жасадым деген кезде, мен осы жақсылығым альхамдулилля айтып отырмын, Аллахым маған нәсіп еттің деп. Енді мына айтылған альхамдулилланың өзі бір нығмет. Ол келесі альхамдулилланы міндет етеді. Ол альхамдулилланы айтқан кезде келесі біз Аллаға жақсылығына, мейіріміне әбден қарызға кірген құлдарымыз. Біздің тыныс алуымыз, тыныс шығаруымыз Алладан екенін ұмытпайық. Күллі нәрсе Алланың жақсылығы ғана. Біз сол жақсылықтарға әбден көміліп жүрген құлдар бірақ нәрсе сұрады ғой. Мені еске ал, маған құлшылық жаса болды. Қалған нәрсенің барлығын мен өзім жеткіземін деді. Сондықтан Алла Тағала мені еске алсын десек, бірақ шарт қойды. Қиындатқан жоқ Алла Тағала. Біз мысалға бір мансаптың иесі болсақ, сосын мен ана кісінің проблемасын шешетін болсам, сен алдыма кел, сосын бір өтініш жаз, сосын ойланамыз, көреміз деген тақырып қиындатамыз біз. Алла өте жеңіл бізге, өте жеңіл. Еске алшы, бірақ шарт. Еске ал мені, мен сені еске аламын. Алла еске алған кезде бүгінгі күні болатын бүкіл менің алдымда тұрған, күтіп тұрған нәрселерімді шешіп тастайды, жолымның бәрін аша бастайды. Жолдың ашылуы қай жақтан келіп жатыр? Алладан келіп жатыр. Ал енді мен Алланы еске алған жоқпын, бірақ жолыма онсыз да ашық жүр ғой дейтін болатын болсақ, онда білейік, Аллах Тағала әрбір құлына өзінің Рахман есіміменен жәрдемін бермесе, бүкіл есіктер жабылып өмір сүре алмай қаламыз. Аллах Тағала бірақ ол жақсылықтарды не үшін беріп жатыр десеңіз, мүмкін бір күні Аллаға шүкір етіп қайтар, мүмкін еске алатындардың қатарына қосылар, мүмкін бізді өзімізге көрсетіп жатыр. Бірақ шүкірсіз болып өліп қалатын болсам да Алла біледі, бірақ сонда да жасайды. Жақсылығын аяғына дейін жасайтын жалғыз ғана Алла. Ал бүкіл жер бетіндегі адамзат, бүкіл жаратылыс жақсылығын аяғына дейін ешқашан жасамайды. Жалғыз ғана Алла, мейлі мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, жақсылығын аяғына дейін. Адам болса, өлгенге дейін жасайды ғой. Тәубе қабыл етіледі, қашанға дейін дейміз? Мынау жан алқымға келгенге дейін, алқым деген нәрсе, мынау мына жердегі бұғана сүйек, сол бұғана сүйекке келгенге дейін жанымыз Алла тәубелерді қабыл етуші. Ұстаз, жаңа айттыңыз, жолым ашылады деген нәрсеге кірген келіп тұр. Көп адам жолым ашылсын деп намаз бастайды. Осы жолым болмай кетті, намаз бастайыншы деп, сол намаз бастадым, мен жолым ашылатын шығар деп. Жалпы осындай ниетте намазға келу қаншалықты дұрыс? Және екінші сұрақты қоса кетем, кейбір адамдарға қызығы сол азан естиді, намаз туралы осындай керемет бір уағыздарды естиді, бисмилля деп А4 қағазға бәрін жазады, үйреніп бастап кетеді. Бір адамдар болады,
барлығын жаттап алған, білет қимылдарын намаздың, бірақ жылдар бойы әлін жай намаздың үстіне тұрып, намазына толық келе алмай жүр. Осы туралы айтып өтсеңіз. Сондағы сен дүниелік нәрсе ашып айтайықшы. Бизнесім жүрсін, кішкене қарыздарым жабылсын, бала шағам да жақсы болайын деген бір осы дүниелік мақсатпен. Ана жақта сұралам деген қоя тұрыңдаршы, мына дүниені реттеп алайықшы деген мақсатта. Әдемі, уәлә танса насибака минад дуния дейді Алла. Бұл дүниеден де өз нәсіңді ұмытпа деген. Жалпы істің басында әрине адам Алланың ұлылығын таныса, Аллаға деген махаббат оянып, оның құлшылығы тек Алла риза болса деп қана жасалады. Бірақ ол деңгейге келу үшін жаңағы бастапқы деңгей керек болып тұр. Ол жолым ашылса деп бастаса да, ол бастаған кезде сәжденің ләззатын сезе бастайды. Ең бірінші намазға тұрған көрермендеріміз болса, әрқайсымыз еске алып көрейік, аяқ қолымыз дірілдеп, сондай бір жүрек деген кеудеден шығып кете жаздап, тіпті көзімізден жас атқып, сондай керемет күйде тұрдық. Осы ләззатты Аллах тағала сыйлайды. Негізі бұл талай жылдар өтіп барып, тәжірибемен келетін ләззат қой, соны істің басында береді. Негізі менімен байланыс осындай үлкен жемісті ләззатты бергелі тұр. Бұл сезінген ләззатымыз дүниедегі бүкіл қызықтарды басып кетеді ғой негізі. Сондықтан да менің жолым ашылсын деп, жаңағы дүниелік мынау ісім жүріп кетсін деп болса да намазды бастаса, сол сәжденің жағындай ләззаттарын сезіну арқылы, жақындығын сезіну арқылы, ол егер әрине білім алса, ар жақта білім алу арқылы Құдай қаласа, осы ойларының барлығы тек Алла риза болса деген ол деңгейлер, ол дәрежелер. Бұл мінезді кешегі Абай атамыздың заманында да бұл мінез болды ғой, айналадағы біздің бұл далада. Жалпы бұл дала ғана емес, жалпы жер бетіне адамзатқа тән мінез ғой, соны Абай атамыз сөккіледі ғой өзі. Бұл қазақ жаңағы өзі бір құлшылығын Аллаға бір саудагер сияқты жасайды дегендей. Енді барым осы, енді қалғанын жерден қасып тауып алам ба дегендей, қара сөздерінде осының бәрін бетімізге басып айтты, халықты осылай жөндеді ол кісі. Демек, ол заманда болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи замандағы болсын, оның ар жағындағы заман, бұл адамзатқа тән нәрсе. Тек қана әйтеуір осылай болса да басталса, ертең оның ләззатын сезетін ақиқат. Жайлап, қадамдап, жаңағы қазақтың бір әдемі сөзі бар, дінге кіру әсте-әсте, діннен шығу бір пәсте. Яғни әсте-әсте біліміңіз көбейген сайын, сіздің дініңіз де кемелдене түседі. Құран да 23 жыл бойы түсті ғой. Адамның бойындағы дінін кемелдендіру үшін бірден түсе салған жоқ, 23 жыл бойы кемелдікке келу үшін түсті. Жақсы, ұстаз, тұрақтылық үздіксіз, оны түсіндік. Енді бірақ сол тұрақтылыққа жете алмай құримыз ғой осы жолда. Басында әдем бастадық, жаңағы жүрек деген алып ұшып, сол ләззатты таппай қалдық. Бір жылдан кейін сол нәрселерді сағына бастадық. Проблема неде, неге намазымды білім алып жатқандаймыз енді, осындай білім дегенде осы бір ұстаздың алдына барып, кәдімгі Нұрбаракқа оқуға түспесек те, осындай подкасттарды тыңдап иманымыз күшейткен боламыз, бірақ сонда да намаздың ләззатын сезіне алмай қаламыз. Осы тұста жалпы намаз өзі ләззат сыйлайтын бір құрал ретінде қарап, тек қана ләззат сыйлау керек маған намаз. Мен осы жерде медитацияда қандай рахат сезімде болсам, йогадағыдай намаздың орны сондай болу керек деп қабылдау қаншалықты дұрыс. Ләззат сыйламайтын да кез болады ма намаздың? Ол кезде тастап кетпей жалғастыра береміз бе? Өте орынды. Мен намаздың ләззатын, имани ләззатты ғой, жүрекпен сезіне алмасам да мен намазымды тастамау керекпін, өйткені бұл қиямет күні бірінші сұралатын амал. Енді кезінде мен әдемі сезімде болдым, бірақ та кейін уақыт өте келе бұл сезімдерді жоғалтып алдым десек, мына сәтті еске алайық. Адам алейхиссалам жаратылған кезде Аллах тағала одан серт алды. Өзі Құранда айтады, Адама мен қабыл. Кезінде біз адамнан серт алған едік дейді. Сол серттің қаншалықты маңызды, қандай серт? Анау ағашқа жолама деген, шайтан жаңағындай алдап кетеді, ол дұшпан деген серттерді алып алған. Сондықтан Адам алейхиссалам жәннаттың ішінде жүрген кезінде бұл сертке берік болды. Бірақ бәрібір сол жеме деген ағаштан жеп қойды ғой. Түсіндіңіз ба? Сол кезде мәселе ол серт ұмытылған жоқ адамнан. Маңыздылық кетті. Ол қалай маңыздылық кетті десе, Аллахта аятта айтады, «Фәнәсия». Осы серт ұмытылды. Серттің өзі емес, серттің маңыздылығы ұмытылды. Намаздың жағындай қаншалықты, бұл фарыз деген нәрсе тұрады бізде. Намаз оқу фарыз деп жатамыз ғой. Сіз фарыз деген бірінші бастап кездегі сөзіңіз. Одан кейінгі дәрежеңіз намаз, Алламен қасиетті байланыс. Намаз деген азан шақырылып атқанда Алла тағала өзінің алдына
сізді кабинетке сондай шақырып жатқандай, өзінің алдына шақырып жатыр. Бұл Алланың шақыруы деп, Алламен сөйлесу деп, Алламен сырласу деген тақырыппен келсеңіз, ол басқа тақырып. Мен оған қалай келемін? Мен маңыздылығын ұмытқан кезде бұл тақырыптарды ұмыта бастаймын ғой. Сондықтан бағана сөздің басында айтқандай, мен өзіме ескертулер жасамайынша, әбден бұл менің, орысша айтқанда подсознание, менің түп санама жазылып қалғанға дейін еңбек етпесем, онда бұл нәрсе бір күн болмаса бір күн уақыттың өтуімен ұмытылады. Түп санаға сіңу қаншалықты маңызды десеңіз, Аллах тағала Сүлеймен пайғамбардың өзінің дұғасын келтіріп қараңызшы. Робби аузи'ни, Раббым, санамның ең түбіне, подсознание деп отыр, сол түбіне жазып қойшы. Нені? Анашкуру ни'матака аллати ан'амта алайя ва валидайя. Маған берген нығметтеріңе және ата-анама берген нығметтерге шүкір етуді санамның түбіне жазып таста. Ол түбіне жазып қою деген не? Түп санаға сізден автоматты түрде шүкірлік шыға беретіндей болатын. Әр тыныс алған сайын шүкірлік шығатындай. Егер де мен намаздың осындай ұлы деген тақырыбы әбден түп санама сіңгенге дейін оқи беретін болсам, 1 жыл, 2 жылда сіңген кезде мен есімнен ешқашан бұл шықпайтын болады. Онда мен намаздарымның барлығы ләззат сезіне бастаймын. Ізгілердің бір ғана мысалмен айтайық, 20 жыл намаздан ләззат іздедім дейді. Қалған 20 жылымды дейді, намазды ләззатпен оқи бастадым деген. Ізгілер егер 20 жыл іздесе, онда біз де осы ләззатын іздеу тоқтатпау керек. Қалай іздеймін дегенде, жаңағы намаздың соншалықты ұлылығын, Алламен байланысын, руханиятын күнделікті кішкене болса да естіп отыру, немесе оқып отыру. Құрандағы аяттарды осы намазға қатысты, пайғамбарымыздың сүннетіндегі хадистерді, мысалға намаздың руханиятына, намаздың ұлылығына қатысты бір хадис, бір аят болса да өзімнің есіме түсіріп отырам қашанға дейін? Әбден бұл түп санама жазылғанға дейін. Енді түп санаға жазылса мен қандай адамға айналуым мүмкін десек, мәселен мына жерде бір орындық тұрса, мен өтіп бара жатсам да осы орындықтан шалынып қалатын болсам, шүкір менің түп санама жазылмаса, бірақ шүкір туралы білем мен. Онда мына орындықты кім қойған деп ашуланамын. Егер шүкір менің түп санама жазылса, сүрініп кеткен кезде, әлхамдулилля, сүріндірсең де құлатпағаның үшін деймін. Көрдіңіз бе? Құлап қалсам ше, әлхамдулилля, құлатсам да жараламағаның үшін. Жараланып қалсам ше, әлхамдулилля, жараласаң да жанымды алмағаның үшін. Ойлаңыз, менде тоқтамайды бұл шүкіршілік. Сахабалар мешіттен намаздан шыққаннан кейін мешітке келіп намаз оқуды нәсіп еткен Аллаға шүкіршілікті үйіне жеткенге дейін айтып тауыса алмаған. Бір ғана жақсылықты. Аллахым, не деген керемет едің, мынандай сөзбен бастайды екен сахабалар. Мән әна деп. Мен кіммін, Раббым? Бір күнәһар құлың едім ғой. Күнәм көп, бірақ сонда да сенің рахымың менің күнәмді жеңіп, сен мені күнәма қарамай мешітке алып келдің, және бірінші сапты нәсіп еттің деп Аллаға шүкіршіліктері. Міне, шүкіршіл құл болу санаға жазылған кезде осылай әрбір сәтті сезінеміз. Ал біз ұстаз шүкіршіл құл болам деуді біз шүкір дәптерін блокнотта арнап тастап күнде ал енді благодарности жазып бастаймыз деп бір 4 рет шүкір еткен, тағы неменеге шүкір етсем екен деп отырып, менде что-то не получается, ана шүкірлік техникаңызды дұрыс жасай алмай жүрмін апай деп, оны Алладан емес, Алла түп санама бекітіп қой деп Сүлеймен пайғамбар деп сұрап жатса, біз мына жақтан жаңа курс сатып алған адамнан мына шүкірлік техникасын бердіңіз, осы оны жасай алмай жатырмын, 5-ке келгеннен кейін тоқтап қалып жатырмын, қалай сіздер 100-ге дейін жеткізіп жатсыздар деп отырмыз да. Сонда ол нығметті де беретін Раббымыз екен ғой. Алла береді. Сондықтан Алладан сұрау, түп санаға жазып соны сұрау. Жақсы ұстаз, енді бір күн намаз оқып, бір күн тастап, жаңағы қалай бей намаздан кейін намаз жақсы деген бір сондай сөздер. Бұндай адамдарға не айтасыз? Жалпы бір амалдар менен қала бастаса, білейік, менің Алла тағала маған қастерлеу үшін берген иман жеміс шығармай жатыр жүрегімдегі. Демек, пайғамбарымыздың мынандай сөзі бар. Иман кеуделеріңдегі иман киімдерің тозған секілді тозады. Сондықтан жаддиду иманакум, имандарыңды жаңартып алыңдар дейді. Сосын айтады, қалай жаңартамыз деп жатсақ, фасалу, сұраңдар Алладан, нені? Жаддида иманакум, имандарың жаңартып берсін дейді. Бұл Алланың рұқсатымен болатын тақырыптар. Сонда Алладан осы нәрсені сұрау. Раббым, мен намазға бір бейқам болып кеттім. Бірде тұрам, бірде тұрмайым, бірде оқимын, бірде оқымайым. Мына халім мен бір шүкірсіз бір құлыңның халі. Сондықтан мен қорқам, осы халім, осы шүкірсіздік халімде өліп қалудан қорқам.
осы шүкірсіздік халінде сенімен жолығып қалудан қорқамын. Сондықтан маған мына кеудемдегі тозып бара жатқан иманды нұрын арттырып берші, жаңартып бер деген нәрсе. Нұрын арттырып берші, бұл нұр мені жетелейтіндей ізгі амалдарға қарай деген. Осындай дұғалармен Аллаға жалбарыну керек. Ғалымдарымыз мынандай сөз айтады: намаз оқымай жүрген адам ол өз алдына сұрағы бөлек, намаз оқып жүріп бірақ тастап қойған адамның оның да сұрағы бөлек. Жаңа намаз оқымай жүрген адамның сұрағына қарағанда оның сұрағы бөлек болады дейді. Бірақ бұл жаңа нәрсемен онда қой, жаңағы ертең тастап қоясың деп біреулер қорқып намазды бастамайды ғой. Ертең тастап қоюдан қорқамыз, сол үшін бастамаймын деп. Сіз намаз тастап қоямын деп өзіңізді алдын ала қорқытып, бұл нәпсінің және шайтанның уәсуасы. Әрбір адамның қасында періштеден сыбырлау болады және шайтаннан сыбырлау болады. Тіпті нәпсіміздің сыбырлауы болады. Аллах Тағала өзі нәпсінің сыбырлауын уәсуас деп айтқан, шайтанның сыбырлауы секілді. Сондықтан да осындай сыбырлауларға мен бірден жауап беру керекпін ақылмен. Бұл көңіл қалауының сөздері ғой. Ақылмен ойланып көріңізші. Сен адам ретінде ақылмен келсең, ақылың саған бұны тастатпайды. Бірақ өкініштісі, Алла Құранда айтады: «Аксарухум ла яқилун». Жер бетіндегі адамзаттың басым көпшілігі ақылдамайды ғой дейді. Ақылдамайды, ақылын қозғамайды. Сонда немен өмір сүріп жатыр? Ақылмен емес па? Ой, керемет мансаптарға, керемет бір сондай дәреже көтеріп жатыр десе, иә, керемет нәрсе көтеріліп жатыр ғой десе, олар тек қана көңіл қалаумен өмір сүріп жатыр дейді. Көңіл қалау. Осы ақыл деп күшті айтсыңыз, осыған келе жатқан сұрағым. Құранда ақылды иелеріне парыз деп айтып жатады. Енді мен өзімді ондай ақылды емеспін деп ойлайтын болсам, сіздер айтып отырған ақылдың өлшемі қандай, ол кімдер? Содан кейін жаңағы Африканың бір бұрышын, жердің бір жерінде әйтеуір сондай мүлдем телефон ештеңке бармаған, сондай жабайы болып өмір сүріп жатқан адамдар да мысалы әлі тілдері де андай ыммен бірдеңе қылып сөйлесіп жатыр. Олар да ертең Алланың алдында сұрала ма, олар ақыл иелеріне жата ма, жатпай ма? Бұл жерде жаңа әрбір отбасында мысалы ДЦП, неше түрлі балалар дүниеге келіп жатыр. Оны білеміз, сұралмайды екен, ертең шапағат етеді, сен бүкіл отбасыңды сүйреп иншалла жәннатқа кіргізеді деген сияқты. Ал енді біздер ақыл иелеріне жатамыз ба, жатпаймыз ба? Менің ақылды емес екенім немен ажыратылады деген сұрақтар пайда болады. Түсіндім. Бүкіл адам баласына ақыл берілген. Құранда мынандай аят бар: «Уалақад каррамна бани адам». Біз адамның балаларын құрметке, нақты құрметке бөледік дейді. Дәл осы аяттың тұсында тәпсірде Абдулла ибн Аббас, бұл пайғамбарымыздан кейінгі Құранның тәпсіршісі, пайғамбар арнайы дұға жасаған, Құранның түсінігін Аллах Тағала сыйлауын. Сонда сол кісі айтады, осы аятта Аллах Тағала ақыл берген айтып тұр дейді. Адамға ақылдан асқан үлкен бір нығмет жоқ шығар. Әрине, бірінші орында иман, одан кейін орында ақыл тұр да, мысалға. Ақылдың біз тіпті қадірін түсініп те жатқанымыз жоқ. Бізге берілген осы ақылдың, бүкіл адамда ақыл бар. Менде ақыл жоқ деп айта алмайды. Ақылсыз болса, онда жынды болады. Ақылсыздықтың қарама қайшы мағынасы антонимі жындылық. Яғни ақылсыздық, ессіздік, ақыл жоқ ода. Ақыл жоқ адам бүгін қоғамда көріп жүрген жаңағы мына кісі бір ақылсыз адам екен, жынды адам екен дейміз ғой. Ол жынды адамды ақылсыз дейді. Демек, сіз жынды емессіз бе? Сіз ақылдысыз. Енді ең ақылды адам кім? Ең ақылды адам пайғамбарымыз айтады. Сахабалар келіп сұраған: "Мән акиясу ва акраму я Расулалла". Аллахтың елшісі, айтыңызшы бізге, ең ақылды адам кім? Және ең құрметті адам кім дейді ғой, құрметке бөленеді. Сол пайғамбарымыз айтады: ақылды адам дегеніміз әккес, бұл ең ақылды адам, аксарухум зикрун лил маут, өлімді көп ойлайтын адам. Ва аксарухум истиададан лаху, сол өлімге өте көп дайындалатын адам дейді. Бұл ең ақылды адам. Бүгін біз ақылдылықты бір дүниелік тесттермен өлшеп қойдық. IQ, EQ дегенде мысалға. Бұл жағында өлшем емес. Ақылдың сіз тесттен керемет жаңағы жаттап алып көрсетіп жатсаңыз да, ақылдылық ол ертең Алламен жолығатын күнді ойлау екен ғой. Соған дайындық жасау. Дайындық жасау немесе өлімді еске алу деген былай отыра беру емес жаңағы. Біз ертең өлеміз ғой, ертең өлеміз деп отыру емес. Өлімді еске алу, Алламен жолығатын күнді еске алу деген сөз, онда жақсылық жасау деген сөз. Ата-анаңызға туф демеу, ата-анаңызға құрметтеу, Алланың айтқанын істеу, тыйымдарынан тыйылу, осының барлығы ақылдылық. Өлімге дайындық осылай келеді. Көрдіңіз бе? Сонда менің ақылдылығымның өлшемі осы амалмен өлшенеді. Ал егерде жаңағы басқа өлшеммен өлшеңіз келсе, басқа өлшеммен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпады.
басқа өлшеммен ақылды айтпады. Бірақ та аяттардың бәрінде өзіңіз айтқандай ақыл иелеріне деп айтқанда ақыл бердім ғой құлым-ау, ойлансаңшы деген. Тіпті мына нәрсені қараңызшы, бүгін біздің қолымызда мынау телефон түспейді мәселен. Осы телефонға көшеде кетіп бара жатсаңыз, әрбір аялдамада тұрған бүкіл адамның қолында телефон тұр ғой былайынан. Иә, әрине, ол жерде біреу кітап оқып тұрған шығар, біреу Құран оқып тұрған шығар, жақсы ойлаймыз әрине. Бірақ та айналаға қарап, мына табиғатпен, мәселен қазір жаңа осы сіздерге келе жатқан кезде аяқ астынан дауыл көтерілді. Иә. Көрдіңіз бе? Шаң суыр. Я Раббым, ана әр дауылдың артында сенің әмірің тұр. Түсініңіз? Бір кезде жаңбыр себелеп жатыр, жаңбыр жауып жатыр. Мына ыстықтан кейінгі. Раббым, сенің ана әміріңмен түсіп жатқан жаңбыр ғой. Жаңа жаратылыс келіп жатыр, ойлаңыз. Сонда осылай әрбір табиғат құбылысының өзін ойлану бұл ақылды адамның ісі. Ал егер жаңбыр жауып жатса, мына дауыл басталып кетті ау, үстім шаң болатын болды, жаңа ғана мына ақ киіммен шығып едім деген, машинамды жаңа жуып шығып едім деген, ақылды қозғамайтын адам. Жаңбыр жауса, үстім су болатын болды ау деген оймен ақыл қозғамадыңыз, көңіл қалаумен ойлап жатсыз. Егер ақылмен жаңағыдай қозғайтын болсаңыз, онда Алла Тағаланы еске аласыз және әрбір нығметтің Алладан екендігін түсінесіз дегенде. Міне, бүкіл адамда, ұзын сөзінің қысқасы, бүкіл адамға ақыл берілген, ақылдың деңгейі бірдей ма? Жоқ. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, әр адамға ақыл өлшеніп берілген. Сол ақыл деңгейіне, Алланың рахымын қараңыз енді, ақыл деңгейіне қарай қиямет күні әрқайсысының сұрағы әртүрлі болады. Бүкіл адамның сұрағы бірдей емес. Жаңағы өзіңіз айтқандай, біреулер жаңағы Аллах Тағаланың ескертуі, Алланың діні жетпесе, ондай адамдарға есеп бөлек болады. Ондай адамдар есеп бөлек болады. Мәселен, кеше кеңес үкіметі кезінде Құдай жоқ, дін апиын деген уақыттарда өмір сүріп, дінді табалмай, жаңағы дін туралы айналаның бәрін тыйым салып атқанда, ескертіп атқан ешкім жоқ кісілер дүниеден өтсе, мұсылмандығын сақтап өтсе. Онда біз тәуелсіздік заманда, дінімізге еркіндік беріп жатқан мына заманда берілетін ертең қияметтегі сұрақпен ана кісілердің сұрағы тең болмайды. Өйткені ол кісілердің өз заманының, өз жаңа деңгейімен сұрақ болады. Өздерінің жаңағы ақыл деңгейіндегі табылған көлеміне дейін сұрақ болады. Алла барлық адамды бірдей деңгейде сұрамайды. Бұл пайғамбардың жаңа хадисінде айтылған хабар және бұл Алланың рахымы. Ұстаз, онда біздің қазіргі өсіп келетін зумер дейміз, альфа ұрпақ дейміз, тіпті бізбен салыстырмалы түрде менің кезімде мынандай қолымда оқушы кезімде 11-ші сыныпқа дейін телефон болған жоқ. Қазір мен балаларыма жаным ашиды, яғни бір ұятсыздық, арсыздық, бір жаман нәрселерді жұқтырып алу, ол нәрселермен ертерек танысу қаупі менің балалық шағыма қарағанда менің балаларымда көбірек. Енді қараңыз, менің сол сәттегі дінді ұстанып, намазға келуім, сонда иманды жас ұрпақ болуыма қарағанда оларға қиынырақ. Бірақ дәл қазір осындай күрделі заманда если олар соны ұстайтын болса, мүмкін қияметте де олардың сауабы көбірек болатын шығар, себебі оларындай қиын кезеңде ұстап жатыр деп ойласақ қате болмайды ма? Мына біріншіден зумер деген мәселені айтқым келеді. Жалпы өстіп ұрпақтарды осылай бөлу, енді әрине бұл ғылыми нелермен келіп отыр ғой. Жалпы мен өз жеке басым, жеке пікірім бұл жерде осылай атауға қарсымын. Сол зумер дейік, басқа деп атасақ та, оның ең әдемі тұсы мынандай шығар: комфорттық заманда бүкіл жағдайымыз жасалып, тек қана үйде отырып бір кнопкамен қажетіңді тапсырыс беретін жағдайда комфорттың ішіндеміз. Комфорт жағдайлар нәзік адамдарды өсіреді. Бұл бүгінгі ұрпақ зумердегі қандай атаумен атасаңыз да нәзік буын. Тез ренжиді, тез стресске түседі. Біз кеше ұстазымыздан таяқ жесек, ешқашан ата-анамызға жылап келген емеспіз. Бірақ бүгін ұстаз таяқ жемек түгіл, ұстаздан ұрыс естісе, бүгін ата-анасына жылап, ата-анасы мектепке барып, ұстаздың үстіне арыз жазып, осындай болып жатқан нәзік қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Өйткені себеп не? Комфорт. Қиын замандар мықты буындарды алып келеді. Мықты буындар керемет өмірді жасайды, комфорт өмірді. Ал комфорт өмір қайтадан нәзік буындарды алып келеді. Ал нәзік буын қиын замандарды туындатады. Қиын замандар қайтадан мықтыларды туындатады. Бұл айналып тұратын заңдылықтар. Сондықтан біздің буын қазіргі таңда комфортта өмір сүріп жатқан, жаңа зумер деп атасаңыз, қалай деп атасаңыз, олар нәзік буындар. Ренжімесін, әрине естіп отыратын болса, сол нәзіктіктен шығу керек. Біз қалай қарым-қатынас жасаймыз олармен деген кезде, зумер жаңағы нәзік буынмен, әрине еркегін нәзіктіктен ерлікке қарай шығаратын тақырып керек.
жаңағы ер мінезділік қалай шығады деген кезде, оны кішкене еркектердің күресіп ататын тақырыбына, кілемнің үстіне барып жығылсын балаңыз, ұлыңыз. Нәзіктікке тәрбиелемеңіз. Ана жерде еркектің иісі, тер, бір-бірін алып ұрып атқан, терісіне дейін нәзік болмайтындай, дене бітімі жаңағы ер мінезділік солай қалыптасады. Қашан мен оларды жаңағы ондай тақырыптан алыстатып, ойбай ана қолын сындырып алар, ойбай ана аяғын сындырып алар, ойбай ол жаңағы тек спорт қылмай-ақ қойсыншы осы, компьютерде отыра берсінші осы деп қана тәрбиелей беретін болсам, ертең балаңыз нәзік болуы мүмкін. Кімге ренжисіз сосын? Ертең сіз кеткеннен кейін нәзігелер сахабалардың сөздері бар. Мына балаңды өзіңнен кейінгі болатын жағдайларға тәрбиеле деген. Қазіргі заманға емес, болашақта болып қалуы мүмкін жағдайларға. Ол бүгін сіз жағдайын жасадыңыз, ертең қасында болмайсыз. Сол күні не істейді ол бала? Сонда басына бір қиындық келіп қалса, құлап қалса да жылап отыра ма? Қашан біреуге болған көмектескенге дейін осындай бір нәзік жаңағындай буын қалыптасқаннан кейін отбасылардың өзі шайқалып жатыр ғой. Нәзіктер мен нәзіктер үйленген кезде жаңағы жігіт әйеліне, әйелі күйеуіне ренжіп, сонымен екі жаққа кетіп, бала екі ортада ата-анасыз қалып, осындай нәзік бір қоғамда өмір сүрдік. Сондықтан еркекті еркек қылып тәрбиелеу керек. Нәзіктік қызға тән нәрсе. Өткенде осы туралы бір жазбадан оқып қалдым, ұстаз. Кезінде Найчуан деген құлақтарына сырға тағып, шаштарын бояп сондай топ келді ғой, кей-поп деп. Одан кейін одан басқалар да көбейіп кетті. Сонда бәріміз соларға жабылдық қой, мынау не сұмдық, мынау ертең нәзік, бұларды қандай ұрпақ болады деп. Кейін уақыт өзі көрсетті. Қазір олардың шыққанының өзіне 10 жыл болып кетті, бір 10 жылға таяп қалды. Сол Найчуанның жігіттері керісінше отбасын сақтаған, үлгілі әке, үлгілі жар, сондай отбасыларда керемет, сондай болса, керісінше жаңағы күреске беріп, ұрда жық, нағыз бір ер азаматтың бір қылығын көрсетіп жүрген адамдар әйел бала шағасын тастап, түсініксіз бір керісінше бір сондай нәрсеге ауысып кетті. Сонда адамдар түсінбей қалды да, біз мыналардың сырт кейпіне қарап, құлағына сырға таққанына қарап, шашын жасылға бояғанына қарап шошып жүрсек, негізі ішіндегі рухында мәселе болып тұрма, жауапкершілік деген нәрсе деп ата-аналар сондай шатасып қалды. Әдемі. Менің жаңағы ер мінезділік деп отқан бұл мінез мәселесі. Яғни оның рухы емес. Түсініңіз бе? Сол рухты ол тәрбиемен бересіз. Жақсы мен жаманда ажырату, қадірін білу, ананың қадірін, әйелдің қадірін білу, бұның барлығы тәрбиемен келетін нәрсе. Ал жаңағы кілемнің үстіндегі жағдай, бұл оның жігіттігін қалыптастыратын нәрсе. Немесе аттың үстіне отырғызыңыз балаңды. Физикалық жағынан. Физикалық жағын айтып жатырмыз, иә. Ал мынау рухын тәрбиелеумен келеді. Жаңағы дененің тәрбиесі оның мықты өзін еркектей ұстауына қалыптастырса, оның рухы тіпті одан артық қамқорлыққа алыну керек. Кешегі қателеспесем Міржақып атамыздың сөзі бар, адамды тәрбиелеу керек деген кезде дейді, біз көп жағдайда физикасына мән береміз дейді, бірақ адамның рухын тәрбиелеу одан да қатты көңіл бөлуге лайықты. Жаңағыдай адамның тәрбиесі деген уақытта нені тәрбиелейміз дейміз ғой. Сонда оның жаңағы IQ емес басқа рухын тәрбиелеу, оның жан дүниесін тәрбиелеу. Міне кілем мен жан дүниесін тәрбиелеу екеуін қатар ұстасақ, онда ертең әр адамның қадірін білетін. Білесіз бе, кешегі сіз бен біз де ата-әжелерімізді көрген кезде бізге мынандай бір рухани тәрбиелер беретін. Барып баламыз ғой ойнап жүріп, жасылды жұлып қалған кезде көкті жұлма, көктей соласың. Бұл тәрбие. Бұл рухтың тәрбиесі. Немесе рогатканы алып бір құс атайын деп жатқан кезіңізде айтады, атпа әрбір тірі жан ертең жаңағы Алланың алдында сұраласың. Немесе оны намазхан отбасы айтса, басқалар атпа обал болады деген нәрсе. Жанын қинама, бақаным өйтіп ойламаңдар деп ұрсатын. Сиырды теуіп жіберсең, жаңағы әжемізден талай ұрыс естіген кезіміз болды. Балалық қой енді осының бәрі. Сонда соның бәрі санамызға сіңді. Бірнеше рет осылай ескерткеннен кейін уже дүзулене бастады. Қой, сиырды теппеу керек, жаңағы құсты атпау керек. Тіпті анандай бір уақыттарда біздің бала кезімізде біреулер тасбақаларды ұстап алып, жаңағы отқа салып шыңғырғанда мәз болып, осыны Алла сақтасын, қинаулар болып жатты. Сондай кезде талай жаңағы балалар өзінің ата-анасынан ұрыс естіп, таяқ жеп дегендей. Сонда бұның бәрі тәрбие, олай істеме, олай обал болады, жаңа сауап болады деген нәрсемен рухани тәрбие жүргізілді. Жалпы тірі жанға қиянат келтірме деген. Тіпті адам түгіл жан жануарға тиіспе деген үйретті ғой. Ұстаз, ақыр жаңа бала тәрбиесіне қарай мейірімді ұрпақ тәрбиелеу туралы айтып кеттік қой. Осы тұста дінді жақсы көрдіртіп, сүйіспеншілікпен намазға келуіне қалай ықпал етсек болады, қалай үйретсек болады?
өзіңіз айтыңыз нәзік ұрпақ деп, шынымен оларды таң намазға тұрғызсаң бір күн бойы ұрыс естіп жүруі мүмкін. Ояттыңыз сіз мені ұйқыдан деп, оны мүмкін құндылығын дұрыс түсіндірмей жатырмын ба десең, не үшін ал намаз оқуым керек, анашым айтшы не үшін оқуым керек десе, ол парызды енді тағы түсіндіруім керек, бұл парыз деген немене деп. Сондықтан шынымен де кейде сөз таппай қаласың, өйткені біздің де бір біліміміз бір қай бір жетіскен білім дейсіз. Біз баламызды намазға оятқан кезде тұрай, намазыңды оқы деген мінезбен емес. Бізге пайғамбардың, Алланың жұмсақтығы керек. Мысалға, ана таудан садақшылар түсіп кетті ғой. Сол кезде соларға пайғамбарымыз мейірімділік танытты ғой, кешіре салды ғой. Сонда Аллах тағала айтады: Алланың рахымының ғана себебінен сен оларға жұмсақ болдың, ей пайғамбар. Түсіндіңіз ба? Сондықтан Алла бізге жұмсақ, біз де айналамызға жұмсақ болу керекпіз. Жұмсақтық әрбір нәзікті мықты қылады. Мысалға, кешегі бүгін нәзік бұрын болмаған ба десек, нәзіктер болды пайғамбардың заманында. Пайғамбар нәзікпен қалай жұмыс жасады? Мысалға, Мұсаб ибн Умайр, ол кісі сондай бала ет, нәзік өмірде өскен. Пайғамбарымыздың жұмсақтығы Алланың рахымын жеткізу арқылы оны тәрбиелеп, мықты жігітке айналды ғой. Терілері бұрын нәзік өмір сүргеннен кейін, тіпті қабыршақтанып түсіп жатса да, рухы мықты, нәзіктіктен мықтылыққа айналған бала тәрбиеленді. Олай болса, мен намазға баламды қалай тәрбиелеймін десеңіз, мен сүйгіземін оны. Оятуымның өзі махаббатпен болу керек. Бүгінгі нәзік ұрпақты мықты қылып, ол мықты қашан болады? Аллаға арқа сүйген кезде мықты болады ғой. Сондай баланы тәрбиелейтін кезде таңертең басын сипап отырып, балақайым менің ертеңгі арқа сүйерім менің, ертеңгі мақтанышым, үммет сені күтіп отыр, мықты болады деп балам. Ояна ғой, Алла тағала сені күтіп тұр қазір. Алдыма келіп, менімен сөйлесе ма деп. Тұра ғой балақайым, тұра ғой. Бала, әкетай, ұйқым келіп жатыр, қойшы. Балам менің, мықтым менің, сен ертең мықты бола ма деп күтіп отыр. Сен қазір тұрмасаң, онда мықты бола алмайсың ғой балам. Сені күтіп отқан артыңда елің бар. Мен күтіп отырмын емес, елің бар сені күтіп тұрған балам. Қашан сонда мықты боласың? Сол кезде бір есін жиып, жаңағына сөзден жігерлену, адамның ішкі жағынан өзінен өзгеріс алып келетіндей жағдай жасау керекпін. Қаттылық, тұр, қашанға дейін ұйықтай бересің? Талап ету бізде тек. Бұл жеку, бұл исламның мінезі емес, исламның пайғамбардың тәрбиесі емес. Пайғамбарымыз туралы Айша анамыз айтқан кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір затты да, тіпті затты да қолмен ұрған емес дейді. Анас ибн Малик 10 жыл уақыт пайғамбарға қызмет қылған сахабасы, бала күннен бастап қызмет етті ғой пайғамбарымыз. Сол кісі айтады: пайғамбардың қасында осыншама ғұмырдың ішінде бір қателіктер жасап, балалық жасаған кезімде де пайғамбар маған тіпті неге олай істедің деп айтқан емес дейді. Нәзік ұрпақты осы мейіріммен мықты қылуға болады. Мейірім негізі, біз ойлаймыз ғой кейде, мейірім жаңағы адамды керісінше одан әрі құртады деп. Жоқ, мейірімділік пен жұмсақтық мықтылыққа қарай алып барады. Мейірімділік пен жұмсақтық. Қашан сіз мейірімділік танытасыз, мықты қыласыз оны. Бірақ жаңағы бір орнына қоятын сәттер болуы мүмкін. Орнына қоятын сәттердің өзі мейірімділікпен болу керек. Жаңағы неден садақшылар түсіп кеткендей сәт қой. Сонда Аллах тағала айтады: ей пайғамбар, қасыңа шақыр дейді аналарды. Отырғыз, өзіңнің бір маңызды іс, ақылдасуға қасыңда отырсын. Сосын олармен кеңес дейді. Олар қателік жасап тұр, үлкен 70 адам өліп кетті себеппен, түсіндіңіз ба? Бірақ пайғамбар қасына шақырып отырады да тіптен мына күнәсін қозғамайды. Ана іс туралы қалай дейсіңдер, сендер не айтасыңдар дейді ғой. Іштер қазір жаңа түсіп кеткеніміз айтып қояр ма екен деп қылпылдап отырса, мүлдем ол туралы айтпайды, ұялту арқылы орнына қою деген тактика. Бүгін ана біреу жаңағы жұдырықпен орнына қойғысы келеді баланы, немесе басқа да жаңағыдай тактикалармен орнына. Ең жұмыс істейтін тактика Құран мен сүннеттің ұялту арқылы орнына қою. Біз ұялтсақ та кемшіліктерін бетіне басып, өзін кінәлі сезіндіріп, сөйтіп ұялтамыз ғой. Ал бұл жерде ұялту деген мағына мүлдем басқаша болды. Әкесі осы баламыздың есімін неге Арман деп қойдық? Енді баламыз ертең болашақта жақсы мықты азамат болса деп армандадық. Олай болса, баламыздың есіміне бүгінгі қылықтар сәйкес емес сияқты, соны бір есімін өзгертсе қалай болар екен? Өзі ала бастайды. Неге деп. Балақайым, біз әкең екеуміз саған үміт артамыз. Артыңда сенің күллі қазақ елі тұр. Сондықтан сен әрбір қадамыңды ойланып баса қой қалқам. Сен болашақта елді алға сүйрейтін азамат болу керексің деген.
іштей уже өзін түсінеді. Сен ананы істедің бағана, неге бұлай істедің деген сөзбен емес. Іштей өзін ұялып, бағана бір қылық істеп қойдым, анашым кешіріңізші, бағана сізге қаттырақ сөйлеп қойдым, есікті тарс еткізіп жауып қойдым деп өзі кешірім сұрай бастайды. Болды балам, келе ғой, мен сені жақсы көремін, құшақтап жібересіз, бітті. Көрдіңіз бе? Анас ибн Малик пайғамбарымыз бір затқа жұмсаған кезде, бала ғой, ойнап кеткен ғой. Сонда ойнап кетіп, ұмытып кетіппін дейді. Бір кезде арқамнан келіп бір қол ұстады дейді, иығымды. Түсіндім дейді, бүйтіп қарасам, Алла елшісі дейді. Сонда қорыққан кезде бала өтірік айтып жібереді ғой, қараңыз. Міне кетіп бара жатырмын дейді, негізі ойнап жатқан еді ғой. Сонда пайғамбарымыз осы мінездің өзіне, ойынға кірісіп кеткеніне, жаңағы қорыққаннан өтірік айтып қоюына бүкіл нәрсе көз жұмды да жымиып қарап тұрды дейді. Жымиып, әке ретінде, ана ретінде бала қателескен кезде де жымиып қарап тұра алудың өзіне міне сабыр керек та бізбен сізге баланың тәрбиесінде. Сонда бала да өзіне мейірімділік танытып тұрған адамға, ата-анасына ол шүкіршілікпен жауап қататын, өзінің қателігін түсінетінін көрдіңіз? Бірден жүгіріп кетті дейді сосын пайғамбар сөзі. Өте жақсы ғой, бірақ сол мейірімді беру үшін де бізде мейірім жаңа айтады ғой, өзіңде ресурс болмаса қайдан сен балаға энергия, әйелге де энергияға, ол жаңа әкесінен алады деп, бұл үлкен тақырып болды. Дегенмен де жаңа пайғамбар мейірімді болыңдар деді, сосын сахабалар біз онсыз да мейірімдіміз ғой, жоқ сендер ана жақын бала шағаларыңа жасаған мейірімді айтпай, барлығына мейірімді болыңдар деп тұрмын деп. Барлық адамға, автобустағы, көшедегі барлығына мейірімділікті қайдан табамыз? Ол үшін біздің ішімізде мейірімділік болу керек қой. Енді бір нақты практика жүзінде іске асыратын бір лайфхак дейміз ба, көрермендерге бүгіннен бастап мен мейірімді адам болғым келеді, жүрегім мейірімге толған, сондай жұмсақ адам болғым келеді, менің жаныма жуған адамның барлығы қасымда отыра бергісі келетіндей, менен бір ешқандай қауіпсіздік сезілетіндей, сондай бір жұмсақ адам болғым келеді деген, бізден көбіне әйел адамдар қарайды, аналар қарайды, ұрып жіберем, ұрсып жіберем, қайтейін, өзімде мейірімділік жоқ болып тұр, өзім мейірімге зәру болып тұрмын ғой деп ақталады. Не айтасыз? Жауабы оңай. Жауабы біреу ғана. Өзіңізге қатысы жоқ нәрсені тастаңыз болды. Біздің энергиямыздың көбісі өзімізге қатысы жоқ нәрсеге кетіп отыр. Аның ішіне көп алаңдап қойдық қой. Иә. Біреудің өміріне қызығып, соған қарап, біреуге ашуланып, тіпті байқасаңыз, біреу ана жақта біреуді суретке түсіріп жіберсе, мысалға, бір үйдің камерасы, кеше ғана көрдім, бір бала бассейнге құлап кеткен. Енді анасы оны байқаған жоқ қой, жамандық болады деп ойламаған. Сөйтіп камера түсіріп алған. Астында комментарий қарасам, жазып жатыр да. Сонда ана камераға түсіріп тұрған адам қайда қарап тұр дегендей. Ол камера, үйдің камерасы ғой, адам емес. Сізге қатысы жоқ нәрсе оған. Түсіндіңіз бе? Сосын бір әлеуметтік желіге де бір салайын деп жатқан нәрсеңіз ойлану керек. Ол арқылы нені көздейсіз? Жалпы олардың айналаңызда сіздің подписчиктарыңызға керек па сол өзі? Қатысы бар ма? Қатысы жоқ болса, неменеге оның басын қатырасыз? Неге оның өміріне энергиясын алуына сіз себеп боласыз? Артық бір нәрсені жібересіз, артық бір видеоны жібересіз дегенде. Сондықтан біреудің энергиясын кетуіне себеп болу деген нәрсе де бар да. Мен де өзімде ана нәрсеге қараймын да, содан анаған ашуланып, ананы жамандап, анаған сөйлеп, біреуге комментарий қалдырып, бүкіл энергиямды өзіме керегі жоқ нәрселерге жұмсап жатырмын. Пайғамбарымыз айтады, мен айтып отқан сөзім хадистен ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи былай дейді, мұсылманның дейді, мұсылманның дінінің кемелдігі ол өзіне қатысы жоқ нәрсені тастауы деген. Өзіне қатысы жоқ нәрсені тастау. Тіпті кетіп бара жатамын да, ана бір кісі көршім мысалға көлік алған екен, мен оны кеше көлік алып келіп, мен көрген жоқпын, бүгін күндіз көріп отырмын. Сосын барып айтамын, мына көлікті қаяқтан алды, қай ақшаға алды екен, сізге не қатысы бар? Түсіндіңіз ба? Міне осындай өзіме қатысы жоқ нәрсені тастағанда менде энергия сақталады. Өйткені мен балаларымды тәрбиелеу үшін әкеге де анаға да үлкен энергия керек. Мысалға Аллах тағала Исмаил пайғамбарға айтқан: "Уамур ахлака бис-сола". Ей Исмаил, өзіңнің отбасыңды намазға бұйыр. Сосын сөзді қараңыз. "Уастабир алайха". Бұл оңай іс емес. Сондықтан исбир деп айтпайды. Сабыр ет деген сөз ғой негізі. Сабырдың шыңын көрсет дейді ғой. Бізге бала тәрбиесі сабырдың шыңын талап ететін нәрсе. Сондықтан мен энергиямды не істеймін? Басқа жаққа жұмсап, сол энергиямды, сол нервымды, ана баланы үйде жаңағындай ашуыма тиіп кетсе, нервімді ойнатпашы деп ашуланып жатамыз ғой. Сол нервіңізді басқа біреулерге тауысып құртқанша, балаңыз үшін сақтаңыз оны. Балаңыздың өз болашағыңыз үшін сақтаңыз да оны. Ал енді ер азаматтар, әйелдер үйде отырған кезде әрине төрт қабырғаның ішінде жаңа баланы дүниеге алып келді, соның жағындай тамағы бар, жылап жатады. Ол үшін бірнеше бала, біреу емес. Бір баладан кейін екінші бала келіп қалуы мүмкін. Енді көп жағдайда
осындай ситуациялар болып жатады ғой енді. Сондықтан әйел кісінің энергиясы сақталып тұру үшін ер азаматы да көмектесу керек оған. Жаңа қай тұстан деген кезде ол үйдегі шаршаған әйелін сөйлесу арқылы, әңгімелесу арқылы, табиғат аясына алып шығу арқылы, қыдырту арқылы, оның көңілдегі нәрсесін алып беріп сыйлау арқылы, шаман келгенше осындай гармониялық тұрғыда жаңағыдай жәрдемдесу. Ал әйел де ойлаңызшы, әйел кісіге күйеуі осындай қамқорлықтар жасап жатса, оның нервісінің сақталуына, оның ашуының шықпауына бүкіл жағдай жасап тұрған ер азаматы болса, әйел де әрине күйеуінің жұмыстан шаршап жүрген нервісінің тыныштық табуына, жүрегінің тыныштығына жәрдем береді ғой ол да. Тек екі жақтың гармониясына жетіспей тұрған нәрсе осы ғой. Біз әйелімізден ол өзі онсыз да нервісі кетіп шаршап жүр баламен, тағы да біреулердің ісіне араласқан бүгін телефонда, сөйтіп нервісі кетіп отқан әйелге одан салмай тағы барып көңіл бөлмесек, сосын ренжіп жүреміз. Жылулық жоқ, үйде менде тыныштық жоқ дегендей. Мен өзімнен бастап жасайын, жалпы осылай. Ұстаз, келесі сұрақтар өте я жоқ деген сияқты өте қысқа жауап беретін сұрақтар екен. Сонымен сұхбатымызды иншалла аяқтаймыз. Алла бізді жақсы көретінін білеміз, бірақ біз Алланы шынымен жақсы көреміз бе, оны қалай тексеріп білсек болады? Өзімнің Алланы қаншалық жақсы көретінімді. Күшті. Аллах Тағала Құранда мынандай аятта бұны жауап берген. Ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни. Қул ин кунтум тухиббуналлах. Айт, ей пайғамбар. Алла Тағаланы сүйем, жақсы көрем деп жүрген адамдарға айт дейді. Егер шынымен де Алланы сүйгендерің рас болса, онда дереу кідіріс жасамай маған еріңдер деп айт. Пайғамбардың жолына ілесу бұл Аллаға деген махаббатымның шынайылығы. Мен Алланы сүйем десем, оның көрінісі менен қалай деген сұрақ қой сіздегі. Пайғамбарға ілессем, мен шын Алланы сүйем. Ал ілеспей жүрсем ше, онда тек эмоция. Ренжімеңіз, сізден эмоция ғана шығып жатыр. Жақсыны кім жақсы көрмейді? Алла Тағаладан сізге жақсылықтар келіп жатыр. Кім жақсы көрмейді Алланы? Түсіндіңіз бе? Бірақ шын махаббат пайғамбарға ілестірмей қоймайды. Алланың айтқанын істетпей қоймайды. Ұстаз, егер де бір ғана дұғаңды қабыл етемін десе, Алла Тағала сіз не сұрар едіңіз? Аллаху акбар. Машалла. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның дәрет суын дайындап, бір жас сахаба қасына келіп дәрет суын беріп жатады. Сонда сұра дейді ғой. Сұра. Сонда ол жаңағы жігіт, сахаба, жас бала ғой. Үлкен сұрақты сұрайды ғой нәрсені. Сіздің ақыреттегі досыңыз болу дейді. Жәннаттың ішінде сіздің досыңыз болу, қасыңызда болу дейді. Мүмкін басқа нәрсені сұрайсың дейді. Жоқ. Шынымен де қалап тұрған нәрсем осы дейді. Дүниелік бір нәрсені сұрап алса болар еді ол негізі, байлықты, басқа нәрсені. Сонда жоқ дейді. Осыны қалаймын дегенде, олай болса маған көмектес. Қалай көмектесем? Өз-өзіңе көмектес, ертең маған болс, көп сәжде жасау арқылы деген. Сондықтан мен бір дұғам қабыл болатын болса, не сұрайсың десе, Аллахым пайғамбардың қасындағы дос болу мәртебесін сыйлашы. Одан басқа нәрсе керек емес. Машалла. Ұстаз, адамдардың өмірінің соңында ең көп өкінетін нәрсесі не деп ойлайсыз? Енді сіздер мешітте имам болып біраз жыл істедіңіздер, қаншама адам жаназасын шығарып, ақтық демін қасында болған ондай сәттер болған шығар. Жалпы қоғамда көбіне адам сол қартайып өлімге жақындағанда, немесе ауырып бір өлімді жақындағанда көбіне не нәрсеге өкінеді? Түсіндім. Бұған имамдық тәжірибемен жауап беру жетпейді. Өйткені әр адамның өкініші әртүрлі. Бірақ бүкіл адамда болатын өкінішті Алла Тағала өзі Құранда сөйлеген. Адамға сендердің біреулеріңе өлім келсе дейді Алла Тағала аятта. Роббирджиун, қайтаршы мені. Сонда не үшін қайтаршы деген кезде, мен ләғали мүмкін жасармын нені салихалы амалды әлгі тастап қойған. Сонда жақсылық амал жасап алу. Түсіндіңіз ба? Демек, жақсы амалдарды жасалы алмағандығына өкінеді адам. Тағы не нәрсе өкіну мүмкін десеңіз, жаңағы Мұнафиқун сүресінде Аллахта соңғы жағында айтады, сендер жаңағында біреулеріңе өлім келсе былай деп айтады дейді. Раббым қайтаршы, не үшін? Өкіртіп тұрып садақа берейін. Ас-саддақа, өкіртіп, жай ғана емес, өкіртіп, сосын уакум минас-салихин, түзулерден болайыншы, яғни күнә атаулыдан қашатын адам болайыншы. Олай болса бүкіл адамның өкінетін нәрсесі не екен өліммен жолыққанда? Күнәні тастап
тәубеге келе алмағаны және салихалы амалды көп жасамағаны және жақсылықтарды көп өндіре алмағаны. Бүгін бізде мүмкіндік бар кезде осыны көбірек жасайық. Машалла. Ұстаз, бүгін жастардың алдында ойлаңыз, бір жастармен кездесу өткізіп жатырсыз. Небәрі 5 минутыңыз бар. Сол маңызды болған не нәрсені айтқан болар едіңіз? Пайғамбарымыздың хадисімен жауап бергім келеді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам 5 нәрсе келмей тұрып 5 нәрсенің қадірін біл деген үлкен хадис. Сол жерде жастарға қатысты айтатыны, жастық шақтың қадірін біл, кәрілік келгенге дейін дейді. Сондықтан бойымызда күш қуат бар кезде әрбір жас, бүгінгі өзімнің замандасым, өзімнен кейінгі қарындастарым, жастық қуатыңыздың, күш қуатыңыздың қадірін біліңіз де, сол күш қуатыңыздың бәрін Аллаға ұнайтындай амалға жұмсап үлгеріңіздер. Ол өте көп. Ата-анаңды разы қыл, ел халқыңа қызмет қыл, ғылым қу, мемлекетіңе пайда келтір. Осының барлығы Алланы разы ететін істер, иншалла. Жомарт ұстаз, елестетіңізші, қазір бізді көріп отқан көрермендердің ішінде бір адам отыр. Жүрегі Алладан біраз алыстап кеткен, оны өзі де жақсы сезіп жүр. Бірақ неден бастарын, қалай Аллаға жақындарын білмей отыр. Әлбетте өзіне түртіп қойған нәрсесі көп шығар. Дегенмен де сол адамға бүгіннен бастап практикалық жүзде өміріңізге мына амалдарды енгізіңіз деп нені айтқан болар едіңіз? Қазір ол кісіге керегі, Аллахым, сенің алдыңда отырып қазір, сенің назарың түсіп тұрған кезде, мен бүкіл күнәмді мойындаймын. Кешірші мені. Осы сөз керек. Бүкіл күнәсі үшін, Аллахым, мен мойындаймын бәрін. Менде күнә көп. Бірақ кешіретін сенен басқа ешкім жоқ. Сондықтан кешірші деп кешірім сұрау. Ал Алладан кешірім сұрау бүкіл жақсылықтың есігі. Астағфирулла, Аллахым, кешірші мені. Астағфируллах аллази ла иляха илля хувал хайюл қайюм деген мәңгі тірі, бүкіл билік уысында болған Алладан, ұлы Алладан кешірім сұраймын деп мағынасын айтуыңыздың өзі сіздің бүкіл жақсылықтарыңыздың есігін ашады. Ал одан басқа кілт іздеу қазір күнә жасап отырған адам қажет емес деп ойлаймыз. Тәубе сізді жуған кезде, шынымен де шын жүректен сұраған кезіңізде сізге тәубенің нұры құйылса, үстіңізге Алла қабыл етіп, онда қуана беріңіз. Сізге бүкіл жақсылықтың есігі ашылды. Кілті қолыңызға ұстатылды. Машалла. Рахмет ұстаз, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Құрметті көрермендер, сіздерге де титтей болсын пайдалы болды деген ниетпен сіздермен қоштасамыз. Алла амандықта қайта жүздесуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.